Осы видеоны мұқият қарап шықсаңыз, сіз де осындай идеальный панкейктерді оп-оңай жасайтын боламыз. Ең алдымен барлық заттар бізде комнатный температурада тұруы керек. Айранға соданы салып 15 минутқа қойып қоямыз. 15 минуттан кейін осылай көтеріледі. Оның үстіне 2 жұмыртқа салып араластыратын боламыз. Үстіне шекер саламыз. Шекерді негізі көбірек салсаңыздар да болады. Мынау орташа тәттіліктегі менің айтып жатқаным. Үстіне електен өткізілген ұнды саламыз. Міндетті түрде електен өткізіңіздер, сонда панкейктеріңіз әдемі болып шығады. Енді бір келкі масса болғаннан кейін үстіне ақ май құямыз. Бізде дәл осындай тесто шығуы керек. Әркімнің ұны әртүрлі, сондықтан жақсылап қарап, дәл осындай тесто шығсын. Дайын тестамызды қызып тұрған табада жай отта пісіріп аламыз. Ортасына әртүрлі шоколад, вареный сгущенка жақсаңыздар, салсаңыздар болады. Міндетті түрде жай отта пісіру керек. Осылай бетіне осындай көпіршіктер шыға бастаған кезде аударып аламыз, сөйтіп пісіре береміз барлығын. Қыздар, ортасы да таза піскен керемет панкейктер шығады. Міндетті түрде менің арнама жазылып, колокольчик басып алыңыздар, өйткені менің арнамда сізге пайдалы рецепт табылар анық.